Саламатсыздар ма? Сіздердің оқу бағдарламаларыңызға енгізілген 19 ғасыр әдебиеті қазақ әдебиетінің тарихы атты ғылым саласының бір бөлігі. Бұл дәуір ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің ортасындағы алтын ғасыр іспетті кезең. 19 ғасырда жазба әдебиетінің негізі қаланды. 19 ғасырда әдебиеттің жанрлары көбейді, аударма жанры көбейді. 19 ғасыр әдебиетінде салсырлер поэзиясы деген бөлім бар. 19 ғасыр әдебиетінде зар заман әдебиеті деген бөлім бар. 19 ғасыр әдебиеті әлемдік әдебиеттегі әдістердің бірі сыншыл реализмнің қазақ әдебиетінде қалыптасуының бастау бұлағы болған кез. Бұл пәнді оқытудың мақсаты 19 ғасырда өмір сүрген әдебиет қайраткерлерінің шығармаларының идеялық болмысын, көркемдік ерекшелігін студенттерге таныту, шығармалардың мән мағынасын ашу, оны ары қарай талдап, әдеби талдауға бағыт бағдар беру, оны оқушыларға түсіндіруге дағды қалыптастыру. Бұл пән алдына сабақ өтуде мынандай міндеттер қояды. Яғни 19 ғасырдағы тарихи оқиғалар мен әдебиеттегі шығармалардың арасындағы байланысты бағамдау, 19 ғасыр әдебиетіндегі көркем туындылардың туу себептерін түсіндіру, 19 ғасырдағы өмір сүрген жыраулардың толғауларының мәз мағынасын ашып көрсету. Енді 19 ғасырдың басында қазақ елі Ресейдің отарлау саясатына іліге бастады. 19 ғасырдың аяғында қазақ елі толықтай Ресейдің отарлау саясатының құрбаны болды. Бұл хандық дәуірдің ыдырап, қазақ еліне отарлау саясатының келуі, қазақтың шұрайлы жерлерінен айырылуы, халық арасында наразылық тудырмайтын. Осы наразылықтардың болмысында негіздей отырып ақын жазушылар халық мұңын өздерінің өлең жырларына негіз етті. 19 ғасырдағы осындай үлкен наразылықтың басында тұрған ақын, айтушы ақын Махамбет Өтемісұлы. 19 ғасыр әдебиеті 20 ғасырдың басында зерттеле бастады. Ахмет Байтұрсынов әдебиет танытқышында, Мұхтар Әуезов әдебиет тарихы, Қалел Досмұхамбетұлы Алман кітаптарында 19 ғасырдың өкілдері туралы жазып кетті. Енді 19 ғасырдың әдебиетіне арнайлы оқулық жазған адам Қанғали Сүйіншәлиевтің, Қанғали Сүйіншәлиев ол кісінің 19 ғасыр әдебиеті атты оқулығы әлі өзінің құнын жоймаған еңбек. Қанипаш Мәдібайдың 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті сол дәуірде жазылған қисса дастандарды, сал-серілер поэзиясын зерттеуге арналған еңбектің қатарына жатады. Енді қазір сіздер 19 ғасырға байланысты оқылатын зерттеу еңбектерді көріп танысыңыздар, соның тізімін береміз. 18 ғасырдың аяғында басталған Ресейдің отарлау саясаты 19 ғасырда қазақ жерін 19 ғасырдың аяғында қазақ жерін толықтай отарлап алумен аяқталды. Яғни қазақ даласында жаңа дәуір басталды. Бұрынғы хандық дәуір ыдырады, халық басындағы бостандық шектеулі болды. Орысқа тәуелділік күшейе түсті. Қазақ патша әкімшілігінің бұйрығымен шұрайлы жерлерінен айырылды. Ата қонысынан қуылды. Халық
жерде наразылықтарын күшейтіп, отарлау саясатына наразылықтар күшейтіп жатты. Ел тірегінің жоқшысы ақындар заман шежіресін өлеңге өрді. Солардың басында жауынгер ақын Махамбет Өтемісұлы тұр. Жайықтың екі бетін бірдей шарпыған халық наразылығын, патша қысымын, қалың мұқараның тілек мүддесін ашына айтып, халықты күреске үндеген Махамбет жырлары өміршең. Жәңгір ханға хан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқырсың деп бетіне айту 2001 қолынан келмейтін ерлік. Алдарыңызда осы 19 ғасыр әдебиетіне қатысты жазылған, жинақталған кітаптар ұсынып отырмыз. Патшалық тәртіппен қоса қазақ даласына капитализмнің белгілері ене бастады. Капитализммен бірге қазақ даласына ақша айналымы келді. Бұрынғы салт дәстүр, бұрынғы сыйластық ақшамен есептелетін жағдайға дейін барды. Бұл әрине ақын жазушылардың жанын, ақындардың назарына ілікті. Зарзаман әдебиеті өкілдерінің Мұхтар Әуезов әдебиетті жіктегенде 19 ғасыр әдебиетінде зарзаман өкілдері деп Дулат Бабатайұлын, Мұрат Мөңкеұлын, Шортанбай Қамайұлын бөліп алып зерттейді. Бұл кісілердің туындыларындағы ерекшелік патшалық отарлау саясатына қарсы дүниені зарлай отырып жазу. Яғни қазақ ең шұрайлы жерінен айырылды, ата кәсібінен айырылды, дәстүрінен айырылды. Су түбіне кетіп бара жатқан қазақтың өмірін ашына зарлай жылағанына байланысты бұл кісілердің шығармалары зарзаман оқиғаларын зарлай отырып жеткізгендерге баға берген Мұхтар Әуезов. Зарзаман деген терминді Шортанбай Қамайұлының Зарзаман деген толғауының атына байланысты қойған. Енді осы зарзаман әдебиетінің ең басында Дулат Бабатайұлы тұр. Дулат Бабатайұлы ұзақ жасаған ақын, жас кезінде жауынгер, жыршы болған. Өзі бұл шығармаларында елді қорғап жүріп шейіт болуды арман еткенін жазады. Тіпті ұзақ жасағанда өкінгендей кейіп танытатын жырлары да бар. Дулат Бабатайұлы заманында жоңғар басқыншыларынан қазақ жері айырылған жерді қайтару мәселесін баса көтерген болатын. Дулат Бабатайұлы шығармаларында сан қилы тақырыптар бар. Солардың ішінде жастарға, балаларыма деген тараулар бар. Яғни өлеңдер бар. Дулат Бабатайұлы туған жер тақырыбын өте терең көтерген. Өзінің отаншылдық, патриоттық сезімін сандықтас өлеңінде көрсетеді. Осы туған жерде айырылу, туған жердің жатқа өтуі ұлттың күйреуіне апаратын ашына жазған. Дулат Бабатайұлының Еспенбет, Шаштараз атты ұзақ толғаулары бар. Еспенбет толғауында Еспенбет Абылай ханның батырларының бірі болғандығы туралы айтады. Тарихи оқиғаларда Еспенбет Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасында Адақ деген атпен аталатын батырдың шын аты Еспенбет екендігі туралы да қазір зерттеулерде айтылып жүр. Дулат Бабатайұлының Шаштараз поэмасы бар. Шаштараз поэмасында Александр Македонскийдің өмірі туралы айтып өтеді. Дулат Бабатайұлы бүкіл творчествосында отаншылдық, патриотизм, туған жерге деген сүйіспеншілік, туған жердің қадір қасиетін асқақтата суреттеу бар.
Дулат Бабатайұлы ұлы Абайдың ұстазы деуімізге де болады. Дулат Бабатайұлының шығармаларындағы көркемдік тіл нақыштары сол кездегі 19 ғасыр поэзиясының шоқтығы биік поэзиясының бірі деп айтуымызға болады. Дулат Бабатайұлынан кейінгі бөліп айтатын зар заман әдебиетіне Шортанбай Қанайұлын жатқызамыз. Шортанбай Қанайұлының өсиетнама 1880 жылы қазанда басылған өсиетнама кітабында көптеген дидактикалық ой пікірлер бар. Шортанбай Қанайұлының шығармаларында заманнан түңілу, жерден айырылу, ата кәсіптен айырылу, су түбіне кеткен қазақтың енді тал қармарлық күйі қалмағандығын ашына жазған жүрек тебіренісіне толы жырлары көп. Оның әдебиетінің тағы бір өкілі Мұрат Мөңкеұлы. Мұрат Мөңкеұлы кіші жүздің руынан шыққан, сол төңіректегі Еділ жайық бойындағы қазақтың жерлерінің Ресей отарлаушыларының қолына өтіп бара жатқанын ашына жазған ақынның бірі. Енді 19 ғасырда қазақ даласына зеңбірек күркірімен бірге жаңа леп келді. Ол леп орыстың алдыңғы қатарлы ойлы ақын жазушыларының шығармаларының қазақ даласына келе бастауы, европалық білім ғылымның қазақ даласына келе бастауы, олардан үлгі алуға ұмтылған қазақ ұлдарының биік шоғырындай, жұлдызындай болған Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин осы жаңа лептің басында тұрды. Шоқан өзінің асқан білімдарлығымен орыс зиялыларын мойындатқан. Қазақ халқының өзінің тілі, өзінің мәдениеті, өзінің тарихы, өзінің салт дәстүрі ешқандай европалық халықтан кем еместігін мойындатқан ғалым. Тек қазаққа ары қарай да басқа халықтармен қатар тең тұру үшін оқу білім керектігін, әсіресе орыс оқуы керектігін жеткізген адамның бірі Шоқан Уәлиханов. Осы шоғырда Ыбырай Алтынсариннің орны ерекше. Ыбырай Алтынсарин қазақ әдебиетін жанр жағынан байытты. Ол кісі Эзоптың, Крыловтың мысалдарын қазақи нақышпен аударды. Өзі әңгімелер жазды, бірнеше тәлімі, тәрбиесі өте жоғары. Ыбырай Алтынсариннің әдеби мұралары «Қазақ хрестоматиясы» атты жинағында топтастырылған. Ыбырайдың үлкен еңбегі қазақ даласына мектептер ашу еді. Ыбырай тіпті екі оттың ортасында тұрғандай хал кешкен өмірде. Діни сауаты бар Ыбырай, мұсылмандық оқудың да тәрбиелік, иманилық тағылымы зор екендігін білген. Онымен қоса орыс әдебиетінде, орыс тілінде білу арқылы заманнан қалмау, орыс отаршылдарына қарсы бағытта күрес жүргізу үшін ол елдің тілін білу керек екенін де алғаш түсінгендердің бірі Ыбырай. Атақты миссионер Ельминскийдің ұйғарымымен қазақ даласына қазақ қыздар гимназиясын бірнеше жерден ашқан, қазақ тілінде орыс кириллицасымен алфавит жасаған. Яғни қазақ қауымын сауаттандыруға орыс әрпімен оқулықтар жазуға белсенді кіріскен Ыбырай Алтынсариннің әдебиеттегі қазақ қоғамының дамуындағы өзіндік орны орасан зор. Қазақ әдебиетінің классикалық деңгейге жеткізген Абай Құнанбайұлы шығармашылығының 19 ғасыр әдебиетіндегі алатын орны ерекше.
Абай жаңа әдебиеттің басы болды. Абай қазақ әдебиетіне өлең құрылысын жаңа бағытта жүргізуді енгізді. Өлең түрлерін жаңашалады. Абай енгізген қазақ өлеңінің 9 жаңа түрі бар. Абай қазақ поэзиясын мазмұн, түр жағынан, тақырып жағынан кеңейтті, образ жағынан кеңейтті. Абай қазақ поэзиясында бұрын кездеспеген образдар әкелді. Мысалы, қыз бейнесін, кәрі құда бейнесін суреттеу бұрын қазақ поэзиясында болмаған жаңа құбылыс еді. Абай қазақ әдебиетіне қарасүр жанрын енгізді. 45 ғақидасында қазақ ұлтын қалай да басқа ұлттармен қатар қоюға сынай отырып жетелеген тамаша философиялық толғамдары әлі де құнын жойған жоқ, жоймақ емес. Абайдың поэма жанрындағы жазған шығармаларда өзіндік орны бар. Соның ішінде Ескендір поэмасын бәрі атауымызға болады. Ескендір поэмасында атақты Александр Македонскийдің бір өмірінен бір сәтті алып суреттейді. Александр Македонский бейнесін әлем әдебиетінде екі түрлі бағытта суреттеп жазған. Шығыс шайырлары Ескендірден асқан патша жоқ, онан үйренетін көп нәрсе бар деп суреттесе, Европа поэзиясының өкілдері Ескендір залым патша, жаугершілікті насихаттаған, жерді басып алған зорлықшыл патша ретінде суреттейді. Абай Ескендір поэмасына жаңаша бағытта келеді. Ескендір поэмасында Ескендір образын зорлықшыл, жаугершілікті насихаттайтын патша ретінде суреттейді де, енді Ескендірді тоқтататын Аристотель бейнесін айрықша алып шығады. Яғни Аристотель бейнесі арқылы Абай кез келген зұлымдықты оқу білім ғана жеңе алады дегенді айтқысы келіп тұр. Ескендір поэмасының түйінінде осы жерден іздеуге. Абай өзіндік мектебін қалаған ақын. Абайдың немере інісі Шәкәрім Құдайбердиев. Өзінің туған ұлдары Ақылбай, Мағауия, Көкбай Жанатайұлы, әнші композитор Әсет Найманбаев, Уәйіс Шондыбаев, Байкөкше ақын Абай мектебінің түлектері. Олар Абайдан тақырып алып отырған. Сол тақырып бойынша жазған дүниелерін кәдімгідей өзара ақылдасып, талдап, осының ішінде халыққа тарататыны тәуірі қайсысы дегенді Абайдың сынағынан өткеннен кейін барып қана халыққа бұл шығармалар таралған. Мысалы, Абайдың ұлы Ақылбай өзінің Зұлыс Дағыстан поэмаларында бас еркіндікті суреттейді. Ұлттың еркіндігін аңсағандығын байқатады. Мағауияның Медғат Қасым поэмасында да жеке бас еркіндігі. Бір ұлттың еркіндігін аңсау бар. Бұлар осындай басқа ұлттың қазақ даласынан алыс Африка еліндегі бостандықты айту арқылы қазақ басындағы жоқ бостандықты аңсау, ұлттың еркіндігін аңсау жатқан сияқты. Осылардың басында тұрған әрине Абай үгіт насихат айтуы Абайдың ақылымен жазылған шығармалар деп ұғуымызға да болады. Енді Шәкәрім Құдайбердіұлы 19 ғасырдың аяғында 20 ғасырдың 30 жылдары қайтыс болған Шәкәрімнің өзіндік сара жолы бар. Әдебиетте дін бағытында жазған, әдебиетте философиялық бағытта жазған Шәкәрім шығармалардың ерекше. Шәкәрім Қалқаман Маңғар, Еңлік Кебек поэмаларын жазды. Әділ Мария повесін жазды. Яғни жанр жағынан да байытты. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі деген шежіре жазып таратты. Өзінің Стамбул,
сапарынан алған дүниелерін осы шежіреде жазды. Философиялық шығармасы үш анықта дүниенің болмысы туралы философиялық ой түйіндейді. 19 ғасырда дәстүрлі ақындар поэзиясы да кемелдене түсті. Жанақ, Орынбай, Арыстанбай сияқты ақындардың шығармалары жан-жақты дамыды. Олардың айтыс өнері де, айтыс ақындары да осы кезде өздерінің шығармаларын жан-жақты кемелдендіріп жатты. Салсерлер поэзиясының өкілдері Біржан Сал, Ақан Серінің шығармалары да осы 19 ғасыр әдебиетінің жауһарларына жатады. Біржанның тамаша өлеңдері, Ақан Серінің үлкен, кең толғамды шығармалары осы 19 ғасырдың жемісі. 19 ғасыр әдебиетінің қомақты саласын қисса дастандар құрайды. Бұл қисса дастандар кейбіреуі негізін Құраннан алған, кейбіреулері шығыс қисса дастандарынан алған. Бұл кезде нәзирагөйлік дәстүр дамыған, яғни бір тақырыпта бірнеше ақын бір шығарманы жарыса жырлауы белең алған кез болды. 19 ғасырдың қисса дастандарын мынандай үш үлкен кезеңге, үш тақырыпқа бөлуге болады. Діни бағыттағы қисса дастандар, бұған Зарқұм, Сал, Жұмжыма дастандарын жатқызуға болады. Бұл дастандарда негізгі айтылатын ой орыс отаршылаушыларына қарсы ислам насихатындағы имандылықты айту басты бағыты болған. Яғни ислам әдебиетінен қазақ халқы қол үзбеуді осы қисса дастандар, әсіресе діни бағыттағы дастандар бар болмысымен насихаттаған. Қиял ғажайып қисса дастандарына Шахмардан, Шәкір Шәкірат дастандарын жатқызамыз. Батырлық насихаттайтын дастандарға Рүстам дастан, Ескендір дастандарын жатқызуға болады. Бұл дастандардың 19 ғасырдағы жазба әдебиетін толықтыруға, кемелдендіруге, түрлендіруге өзіндік орны болғаны еш талассыз. Енді қазір сіздер осы 19 ғасыр әдебиетіне байланысты өздеріңіз орындайтын аралық бақылаудың сұрақтарын оқып қараңыздар, осы бойынша жұмыс істеңіздер. Сіздерге ұсынып отырған тапсырмалар ағымдық үлгерімнің тапсырмалары. Осы ағымдық үлгерімнің тапсырмалары қорытынды бағалаудың негізін құрайды. Ағымдық үлгерімнің бағалаудың үлесі қорытынды бағалаудың 60%-ын құрайды. Қорытынды бағалау бағасы пән бойынша білімін бағалау деңгейінің 40%-ын құрайды. Сіздерге ағымдық бақылаудың екінші бөлігі ұсынылды. Осы тапсырмаларды орындап, уақытылы өткізіп тұру тапсырылады. Уақытылы тапсырмаған студенттерден жалпы қорытынды балдың 10%-ы шегеріліп тасталады. Сондықтан да мұқият зерделеп, оқып, уақытылы тапсырып, оқытушымен байланыс жасап отыруларыңыз сұралады.